Біздің қорғаныс саласына 0,4% деген бұл не саботаж, не заговор. Қорғаныс саласына бөлінген қаражаттың жалпы сомасы көрсетілді. Бірақ эти цифры ничего не подсказывают нам с учетом этих рисков, которые, допустим, в Украинадағы жағдайға байланысты салыстырғанда. Менің білейін дегенім, ішкі жалпы өнімнің қанша көлемін осы қазіргі әрбір жылмен есептегенде бөлініп отыр. Осы жөнінде бір ақпарат беріңізші. 0,44 по Минобороне и ГОС, который в МПС планируется, 0,24. Общий расход на оборону 0,68%. Бюджетте бізде 0,7 ВВП. Келесі жылға 0,4 дейсіз. 0,8 биыл. Бұл не қаржыландыру бұл? Кім жауап береді осыған? Қорғаныс министрлігі біздің қауіп қатер қазір мынау по расчетам экспертов 30 жылы 30 году состоится война. Такой есть риск. Об этом наши даже оборонном ведомстве есть такие прогнозы. Без учета мировых экспертных мнений. Осындай жағдайда біздің қорғаныс саласына 0,4% деген бұл не саботаж, не заговор. Кім істеп отыр осыны? Қайдан шыққан есеп мынау? Осыған жауап беріңіздер. Бұны біз көтереміз әлі.